Ассаламу алейкум. Ең тамаша сәтті шығатын рецептпен сырники дайындаймыз. Алдымен марлыны 2 қабаттап аламыз. Содан соң сүзбенің жарты бөлігін саламыз. Барлығын салмаңыздар, себебі ыңғайсыз болады. Сосын түйеміз, яғни жақсылап үстіңгі жағынан ораймыз. Сүзбеміз шашырап шығып кетпес үшін. Және де осылай қолдың көмегімен қаттырақ қысып сұйықтығынан арыламыз. Бізге сырникида ешқандай сұйықтық керек емес, әйтпесе сырникиларымыз дұрыс шықпай, жайылып кететін болады. Міне ыдысымызға саламыз. Міне осындай құрғақ болды. Екінші бөлігін дәл солай жасаймыз. Содан соң 1,5 ас қасық жарма ұнтағын саламыз, яғни манная крупа. Одан кейін 1 қана ас қасық қант қосамыз. Көп қант қоспаңыздар. Жұмыртқа қосып араластырамыз. Менде сүзбе құрғақ болғандықтан міндетті түрде блендермен езіп аламын. Егер сіздерде пастообразный сүзбе болатын болса, онда блендердің қажеті жоқ. Мінекей осылай езіп алдым. Егер блендермен езбесеңіздер, бірікпейді. Міне тақтайдың үстіне жақсылап ұн себеміз. Сосын массамыздың шетінен алып, осындай дөңгелектер жасаймыз. Яғни барлығын дөңгелетіп аламыз. Егер біркелкі болып шықсын десеңіздер, өлшесеңіздер де болады. Ортасына шоколад салдым. Шоколад салмасаңыздар да болады. Шие, таңқурай салсаңыздар да болады. Осылай түйіп, жақсылап алақанымызда домалатамыз. Осымен дөңгелектерімізді дайындап аламыз. Үстелдің үстіне жақсап ұн сеуіп, ұнда аунатып аламыз. Содан соң үстінен осылай басын қыраймыз. Екі жағынан басын қырап, мынандай кальцоны қолданамыз. Мынандай пластмассовый немесе темір кальцоларды қолдансаңыздар болады. Осындайлар болмаса, онда стақанның көмегімен жасауға болады. Мінекей қараңыздар, осылай әдемілеп формасын келтіріп алдым. Мінекей ұнға аунаттым. Содан соң үстінен басын қырадым екі жағынан. Және кальцоны тегіс жағын қойып, ортасында осылай формасын келтіріп алдым. Үстінен кішкене басын қыраймыз. Міне формасын барлығын келтіріп алдық. Тақтайға жақсап ұн сеуіп, осылайша мұзатқышта қатырсаңыздар болады. Таңертең тұра салысымен суық күйінде екі жағынан қызартып пісіріп бере аласыздар. Таңғы асқа өте керемет, енді супер болып шығады. Міне мен сары май мен сұйық майды ысытып алдым. 50-50 қылып. Содан соң орташа отта екі жағынан қызартып пісіріп алдым. Екінші жағын аударғанда бетіне қақпағын жауып, кішкене солай ұстаңыздар. Мінекей толық пісті. Сырникиларымыз тамаша болып шықты. Ең керемет сәтті рецепт. Мен 4 жылдан бері сырникиді жасай алмай жүредім. Міне құпиясын білдім. Ал міндетті түрде жасап көріңіздер. Фото есептеріңізді Instagram желісіне директке жіберіңіздер. Мен міндетті түрде көремін. Сіздермен болған Балжан Канафина.